Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз Canva бағдарламасында визитка жасаймыз. Алдымен Canva бағдарламасына кіреміз. Canva бағдарламасына тіркелу үшін бізге Google аккаунтымыз керек болады. Мынау жерге біз визитка деп жазамыз. Жазғаннан кейін бізде визиткалардың шаблондары шығады. Енді сізге осыдан ұнағанын өзіңізге аласыз. Мысалға мен мынауды алайын, яғни сіздерге рамкаға фото қоюды да үйретемін. Алғаннан кейін бізде қосатын элемент құралдар мәтінді өзгертуге немесе анимация қоюға, шрифттің размерін өзгертуге арналған элементтер бар, құралдар бар. Енді дизайн ұнамай қалса, сіз басқа дизайнға ауыстыруға болады. Элементтер арқылы біз өзімізге ұнаған графика немесе фото суреттерді қоя аламыз. Текст арқылы біз мәтін енгіземіз. Енді осы жерге біз өзгертейік. Осы жерге өз есімімізді жазамыз. Астына кім болып жұмыс істегенімізді жазамыз. Мысалға жазып жатырмын. Сіз өзіңіздің керекті ақпаратты енгізе аласыз. Осылай біз өзгерте аламыз. Енді осы жерге телефон номерімізді, кез келген номер жазамын, мысалға почтамызды, мекен-жайымызды және сайттарымызды, веб-сайтымызды. Енді осы жерге фотоны қалай өзгертуге болады, соны көрсетемін. Элемент жағына кіреміз және мұнда фото таңдаймыз. Өзіңіздің фотоңызды қойғыңыз келсе, загрузка деген жер бар. Сол жерге өз фотоңызды енгізіп қоя аласыз. Мен мысалға көрсетемін. Фото жағына кірем. Мысалға, мен осы фотоны қояйын. Қоюшы өте оңай. Canva бағдарламасы өте ыңғайлы, өйткені анда уже дайын шаблондар бар. Менде визиткам дайын. Енді осыны қалай мен өзіме сақтай аламын. Поделиться жағын басамыз. Скачать дегені болады. Презентация арқылы да көшіруге болады, но сурет арқылы көшірген өте жақсы. Менде ол көшіріп сақталып жатыр. Енді көреміз. Біздің визитка дайын және сақталған. Мен ойлаймын, бүгін сабақ сіздерге түсінікті болды, өйткені визитка жасау өте оңай Canva бағдарламасына және шаблондардың түрі көп. Кез келген ұнағанын сіз таңдай аласыз. Келесі бейне сабақта көріскенше сау болыңыздар.